Көптеген адамдар өмірінде иықтың ауырсынуы сияқты жағымсыз сезімді бастан кешіреді. Бұл видеода біз аурудың түрлерін, себептерін, қандай дәрігерге қаралу керектігін айтатын боламыз. Ендеше бастаймыз. Қозғалыс кезінде иықтың ауруы. Қозғалыс кезінде ауырсынудың жиі себептері арқа, омыртқа және иық буынының аурулары болуы мүмкін. Мұндай аурулар буынға шамадан тыс жүктеме болған кезде пайда болады. Иық буынының айналасындағы сіңірлер қабынып, бұлшықетке зақым келтіруі мүмкін. Соның ішінде жарақат нәтижесінде болады. Сондай-ақ иықтың ауырсынуының себептеріне сіңірлердегі тұздың жиналуы мен иық жауырын периартрозы да жатады. Сол иық немесе оң иық аймағындағы ауырсыну. Көптеген адамдар оң қолмен жұмыс істейді. Сондықтан оң иықтағы ауырсыну жиі кездеседі. Себебі бұл оң қол ең көп стрессті қабылдайды. Егер сіз солақай болсаңыз, ауырсынудың сол иықта пайда болуы да мүмкін. Ескеретін жайт, кейде сол жақ иықтағы өткір ауырсыну миокард инфарктісі немесе мойын кеуде омыртқасының остеохондрозы симптомы болып табылады. Бұл екі ауру жиі шатастырылады. Өйткені остеохондроз ауруы жүрек соғысының ауырсынуына ұқсас. Екі жағдайда да науқасты ауруханаға жатқызып, диагностикадан өткізу маңызды. Тыныс алу кезінде иықтың ауырсынуы. Егер сіз дем алғанда ауырсыну күшейсе, бұл жарақаттануды көрсетуі мүмкін. Сіңірдің зақымдануы, иықтың шығып кетуі, сынуы немесе ішкі органдардың ауруын білдіруі мүмкін. Мысалы, миокард инфарктісі немесе плеврит. Мұндай жағдайларда ауырсыну көбінесе иық буынына таралады және тыныс алған кезде күшейеді. Тіндердің немесе ішкі органдардың зақымдалғанына қарамастан, ауруханаға жатқызып, дәрігердің тексеруінен өту қажет. Жарақаттан кейін иықтың ауырсынуы. Жедел иық ауырсынуы спортпен шұғылдану барысында физикалық белсенділік немесе құлау кезінде пайда болуы мүмкін. Жарақаттар әртүрлі болуы мүмкін. Олар буындардың көгеруі, байламдардың созылуы, сүйектердің зақымдалуы, иықтың шығуы жатады. Әрбір жарақат өзіндік емдеуді қажет етеді. Дегенмен тіндердің жазылуы мен сәтті емделуден кейін де иық буынында ауырсыну пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жасырын зақым мен дегенеративті өзгерістерді анықтау үшін науқасты қосымша тексеруден өткізу қажет. Иық пен қолдың ауырсынуы. Егер ауырсыну қолға таралса, онда науқастың жалпы жағдайына назар аудару керек. Бұл бірнеше аурулардың салдары болуы мүмкін. Бірінші артрит ауруы. Бұл кезде жедел ауырсыну бүкіл қолдан білекке дейін, білектен саусақтарға дейін таралады. Жалпы тәжірибелік дәрігерге немесе ревматологқа қарау керек. Екінші, иық жауырын буынының периартриті. Буынды қоршап тұрған тіндердің, бұлшықеттердің, сіңірлердің, байламдардың қабынуы. Ауырсыну сыздап адамды әлсіретеді. Үшінші, мойын остеохондрозы. Бұл кезде қатты ауырсыну болуы мүмкін. Сонымен қатар ескеретін жайт, жүректің ишемиялық ауруы немесе стенокардия ұстамасы. Жедел миокард инфарктісі кезінде коронарлық артериялардың күрт спазмы жүректе қатты ауырсынуды тудырады. Содан ауырсыну көбінесе сол жақ иық буынына және иықтан қолға қарай таралады. Мойын мен иық буынындағы ауырсыну. Арқаның жоғарғы жағында мойын аймағындағы бұлшықеттер спазмы жарақатқа, физикалық жүктемеге және дұрыс емес қалыпта ұйықтаған кезде пайда болуы мүмкін. Мұндай мойындағы ауыр сезімдер және мойынның шектеулі қозғалғыштығы бір ай ішінде жоғалады, бірақ оның пайда болу себептерін жоймаса, қайта-қайта пайда болуы мүмкін. Бірақ иықтағы мұндай ауырсынудың себебі иық артриті немесе периартриті және мойын остеохондрозы болуы мүмкін. Кез келген жағдайда ең бастысы дұрыс диагнозды қою және адекватты ем тағайындау. Иықтағы ауырсынудың жауырынға және шынтаққа таралуы. Мұндай симптомдар өте жиі кездеседі және ол мойын кеуде остеохондрозының жүйке тамырларының түбіртектерінің қысылуына тән. Мойынның артқы және бүйір жағында жағымсыз сезімдер туындап, содан кейін иықтың қатты ауырсынуы пайда болады. Ол иықтан шынтаққа дейін таралып, одан бері бұғанаға өтіп, басының маңдай бөлігіне таралып, одан төмен қарай жауырынға беріледі. Мұндай жағдайда невропатологтың кеңесінен өту қажет. Иықтың бүгілуі және жазылу кезіндегі ауырсынуы. Иық буынының бүгілуі және жазылу кезінде ауырсынудың күшеюі жақын маңдағы сіңірлер мен бұлшықеттердің зақымдалуын көрсетеді. Бұл иықтың айналмалы манжетінің 4 сіңірі және 2 басты бұлшықетінің сіңірі. Олар қабынған кезде иық буынындағы қозғалыс кезінде ауырсыну тудырады. Бицепстің зақымдануы шынтақ бүгілген кезде дереу байқалады. Ол кезде травматолог ортопедке қарауы керек. Иықтың түнде ауырсынуы. Ұйқы кезінде дене қызуы көтеріледі, қан тамырлары кеңейеді, дене ісінеді және жүйке ұштары қысылады. Иықтағы түнгі ауырсыну иық буынындағы және буын маңындағы тіндердің қабынуына тән. Бұл емдеуді қажет ететін негізгі аурудың салдары.
Жаттығудан кейінгі иық буынының ауырсынуы. Спортпен айналысқан соң және жаттығудан кейін ауырсыну синдромы туындамауы керек. Егер ауырсыну пайда болса, онда физикалық жүктеме шамадан тыс болғаны және жаттығуды дереу тоқтату керек. Мұндай жаттығулар пайда бермейді, керісінше патологиялық процестің өршуіне ықпал етеді және соның созылмалы түрге айналуына жағдай жасайды. Үстімен бірге иықтың ауырсынуы. Бұл белгілер жедел артритке және созылмалы артриттің өршуіне тән. Сонымен қатар иықтың ауырсынуы және ісінуі жарақаттан соң пайда болады. Екі жағдайда да мамандарға қаралу керек. Иықтың ауырсынуы және жансыздануы. Жансыздану сезімі остеохондрозбен және омыртқа-аралық дискілердің гір жасымен бірге жүретін мойын омыртқасының жұлын нервтерінің тамырларының түбіртектерінің қысылуын көрсетеді. Кейде бұл қозғалыс бұзылыстары парез және параличпен байланысты болуы мүмкін. Немесе иық өрімінің қабынуының да салдары болады. Ауырсыну өте күшті болуы мүмкін, сондықтан невропатологқа баруды кейінге қалдырмаңыз. Қолды көтергенде ауырсыну. Бұл ең алдымен иықтың айналмалы манжеті мен бицепс, яғни екі басты бұлшықет сіңірлерінің акромион мен тоқпан жілік сүйегінің басы арасында қысылғанын білдіреді. Мұндай жағдайларда ортопед-травматологқа қаралу керек. Иық буынындағы ауырсынудың таралуы. Иррадиация – ауырсынудың зақымдалған аймақтан немесе мүшеден тыс таралуы. Ауырсыну мойыннан ішкі ағзалардан, жүректен, асқазаннан немесе тіпті өкпеден басталып иыққа таралуы мүмкін. Ал иықта пайда болған ауырсыну көбіне мойынға, қолға, жауырынға, басқа және саусақтарға да таралады. Иық ауырғанда қандай дәрігерге көріну керек? Иық ауруы әртүрлі сипатта дамитын болғандықтан, емдеуді әртүрлі мамандықтағы дәрігерлер жүргізеді. Оларға дәрігер кинезотерапевт, ол бұлшықеттерді, байламдарды, сіңірлерді, фасцияны емдейді. Травматолог ортопед дәрігері жарақат, сынған қолды емдейді. Невропатолог дәрігері қолында, саусақтарында сезімталдық бұзылуын емдейді. Кардиолог дәрігері ауырсыну синдромы төс сүйегінің артында немесе жүрек аймағында болса, бұл миокард инфарктісін теріске шығару үшін немесе нақтылау үшін қарап тексереді. Құрметті көрермендер, сіздерге видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.